Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаға бойлы мәлімат. Қырымда халқлар бірлігі күні насыл қайдатылды. Бели Ержемоз ве Бестеке Арфевзиалиев өз юбилейні қайдатты. Санат геджесіне мәдениет ве тәсіл мөсеселерінің қадимлері насыл программа азырладылар. Ахмеджетлі күрешчі мен Сефершаев юниорлар арасында дүния біріншілігінде күміш қазанды. Бақчасарайлы Қызылташ футбол клубы Ялталы Инкам спорт тақымыны еңді. Мемлекетіміз халқлар бірлігі күнінің қайдатты. Ахмеджетте бұл күнге бағышланған яңы арт-лейхас açılды. Бұл Русияның дөңгелген харитасы олды. Жұмхуретіміздің пайтақтында байрам насыл кечкен ақында бізім левхамызда. Храмда bu bayram endi 6-cı keresi qaytıtılı. Bugünkü programma da pek mirahlı. Bu yerde Trnov adına aratlıq bağışçasında bütün Rusiyadan ondan ziyade demirci toplandı. Onlar mında Kırım'a en yaxşı usta unvanını kazanmak için keldiler. Çiyalar çeşit tarafga uça demir Kisilov'nın sesi toxtamay yangıray. Bu epis aratlıq bağışçasının merkezinde olup geçe. Demirciler çempionatının vazifelerini beceriler. Demirden kubaklar ясайлар. Bu endi demirciler işinin neticesi yanı art obyekt 300 demircinin maqsulu. Rusiyanın büyükten büyük haritası ayrı diqqatga layık. Mında her bir region puzzle gibi bir-birinden bağlana. Bu күнеш сатлерыдыр. А какой масштаб этой карты? Масштаб 6 на 12. То есть 14 тонн. 14 Да. тонн железа ушло? Да, да. А сколько дней работы ушло? Или, Ой. может быть, недель? Ушло, задумка была давно, но начали мы ее делать за месяц, может, чуть больше. Мына bu Kırım köpürü, dağlar kemeri yarımadının merkezi ise İnci Danesi yerleşi. Видели на карте жемчужину Крыма? Да, конечно. Это я ее делал. Yarımadının diqqatqa layık episi yerlerini köstere bilgen bütün bir şey yaratma gayesi Raim Minayevge bir kaç ay evvelsi keldi. Сколько ушло времени на такую работу? 3 месяца, даже больше, да, около 4 месяцев. Пока я ее в голове придумал, потом мы сделали в компьютере 3D формат, потом ее распечатали на 3D принтере, еле-еле сделали, нашли ребят. А потом мы ее вылили, так что на карте. А эту мы заказали в Санкт-Петербурге, нам привезли оттуда. Ленина meydanında adamlar arasında Alena Проскурякова Kırım-Tatar kaytarma oyununu icra etti. Танец называется Эмир Джалял. Мне он очень нравится, потому что я считаю, что это танец один из, который показывает всю вот атмосферу, красоту, грацию, нежность крымско-татарского женского танца. Mangal üstünde kokulu kebap, masalar üstünde çeberek ve dranikler yerleştirilgen. Bu Kırım'da yaşagan hepsi milletlerinin yemekleri takdim etilgen yarmalıktır. Musafirler için Gagarin adına aratlıq bağçasında sportif labirint ve лазертаг teşkil etildi. Я же один прошла. Ты уже один смайлик нашла. Молодец. Слушай, а тяжело их искать? Нет? А где они находятся? Можешь показать нам? Rusiyada Халқлар бірлігі күні 2005 senesinden beri qaytıtılı. Bütün memleketimizde festivaller ve tantanalar geçirili. Kırım sakinler için de bu ayrı bir gündür. Мы с вами, крымчане, авангард. В данном случае, я уверен, тех патриотов, которые готовы на любой поступок ради процветания, ради развития нашей Родины России. Мухаммед Зикиряев, Ильмас Аблакимова, Аким Бекиров, Millet için. Ахмеджетте эр ел кечірілген соцветие культур Крыма адлы Жұмхури фестиваль тешкіл олында. Санада 30-дан зияде тақым ярмадада яшаған халқларының медениетіні ве урфадетлеріні тақдим еттілер. Тантаналы ве парлақ мұйтке бұзы мұхбирмы Султанеси такая вадалды. Яш солистлер Явлук авасы деген Кырым-Татар ойынына ижра етелер. Ахмеджетте соцветие культур Крыма адлы фестивалі таван бойле башланды. Bir meydanda Kırım'nın milli medeni çeşitligi toplandı. Her bir iştirakçı oyundan, yırdan ve kiyimleri vastasının öz halkının an-anelerini dülberligini gösteriyor.
Государственный комитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан оказывает содействие в сохранении и развитии межэтнического согласия и национально-культурной идентичности каждого народа. Конечно, большую роль в этом нам помогает и представители и председатель национально-культурных автономий и общественных организаций Крыма, за что им огромная благодарность. Бу гала-концертке қошылмақ ве Джумхури санада чықышта бұлынмақ үшін Қырым тақымлары сайлав турларыны кечтілер. Мы ездим в глубинки нашего Крыма, в села, районы и города, выбираем, проводим отборочные туры, выбираем лучших из лучших национальные коллективы. Профсоюзлар Медениет сарайының салонында есе Амели Суслю санат сергісі тақдим етілдімінде ағачтан япылған шейлер, нағышлар, ресімлер бар. Олардан арасында Озгүн бір жами айрылып тура. Работы наших мастеров я привезла. Это Лушин Александра. Он представил работу «Мечеть». Сделана она из макаронных изделий. Бу кону чешет миллетлердің векілері де башқа халқларының ань-анелерінен ве медениеттінен таныша білелер. Этот праздник сегодня дает возможность увидеть культуру друг друга, проникнуться культурой друг друга. И, конечно же, этот праздник – это та площадка, где национальные объединения, национальные группы Республики Крым создают дружбу, взаимопонимание. Фестиваль ярымыда яшаған халқларының денген медениетіні көстере ань-анелеріні, урф-адетлеріні ве әйек комшылық мұнасибетлеріні сақламаға ярдым еті. Султаниста Гаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Москва Ахмезжет видеокопуры девамында Қырымда халқара бағларының инкишафы вепе күтіліві суалерны музакире еттілер. Тетбір Қырым земаневи халқара контексте мевзусынен бағлы 5-ші халқара конференция кечірлевіне бағышланды. Суббете Қырым ве халқара сәсетчілер іштірак еттілер. Бойлеже Русия Федерациясының президенті янында Қырым Жұмхуретінің дайми векілі Георгий Мурадов Қырымдаки милли медени мұқтыретлерінің ішіні қайдатты. О бойле тешкелетлар халқара вазифе беджерелер ве Қырым инкишафына есе қошалар деді. Бұндан да ғары яратылған милетлер ара мұнасибетлері ве халық дипломатиясы меселелері бойынша комитетінің ішіні музакире еттілер. В рамках нашего комитета мы сейчас уже формируем экспертный совет, где уже приглашены к сотрудничеству политологи, социологи, психологи. И мы готовы разработать нашу стратегию народной дипломатии Республики Крым. Реабилитация етілген гражданлардан 25 инсан құручылық екінленуіне маде ярдым алдылар. Бұл мақсатқа Қырым Жұмхуриетінің бюджетінден 5 миллиондан зияде рубль айрылды. Бұл паралар ең минимал севеде шеш шаретлеріні яратмақ үшін құручылық малземелеріні сатын алмаға имкан бере. Сегодня будет направлена дополнительная заявка Министерства финансов на получение дополнительной потребности. Порядка еще, я думаю, 30 человек до конца текущего года получат материальную помощь. Всего по состоянию на 1 ноября текущего года получила материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилого дома 131 человек. Бұл ел девамында Жұмхури бюджеттен 28,5 миллион рубль айрылды. Ярдымны Қырымның чешет регионларында yaşаған сәкенлер елде еттілер. Мади ярдымның ең бөгі 340 000 рублені тешкіл етті. В 1991 году мы взяли участок, но так как не получалось у нас никак с этой стройкой, сейчас я уже получила возможность достроить свой дом и жить наконец-то в своем доме. Я очень рада. Спасибо большое Госкомнацу, что обратили на нас внимание. Существенная помощь не оказали. Я считаю, что это пока я еще не связывала с стройматериалами, поэтому я думаю, это существенно. Келечек сене мади ярдым айрылуына пара миқдарына арттырмаға планлаштыралар. Бұл мұқтач ватандашларымыздың мұражатлары чоқ олғанынан бағлы. Бір кере берілген мади ярдым ақында малюмат алмақ үшін Шерве район мемориетлерінің милетлер ара бөліклеріне мұражат етмек керек. Ахмезжет районын Солнечная долина микрорайонында yol тамиратыны башладылар. Бұрын Женевбете ішлер Чуқурча суқағында башланды. Бұл ерде яңы 250 ерлік бала бақчасы бар. Насыл ішлер енді бежірілген ақында бізімлев хамызда.
Артур Джипаров бу сокакта 7 йылдан берле яшай. Onun айтканына көре, бу вакыт ичинде yol биринчи келесі тамир этилип башланды. Энди 1 километр кадар бордюр ерлештирилди. Когда были дожди, именно, знаете, как минное поле, особенно я. Я, наверное, когда после дождей час выходил отсюда, потому что не выйти грязным невозможно. И это будет настоящее счастье, когда сделают нам дороги. Проектно-сметная документация предусмотрена строительство автомобильной дороги от объездной Ялтинского шоссе и с поворотом подход к детскому саду. Предусмотрена 6-метровая проезжая часть и с двух сторон тротуары 2 метра. С одной стороны будет у нас сделан тротуар пандусом, а с другой стороны будет сделан ступеньками. Да, бір ай белсе işçiler траншея қазып башладылар. Сон чақыл кетірілді ве бордюрлер ерлештіріліп башланды. Бу ер проблемлі, чүнки мында ер түбінден бір чоқ бору кече. Сәкенлер бу боруларны өзлері суағына құрғанлар. Жители подключились на уровне около 40-20 сантиметров выше земли. И когда экскаватор начал производить демонтаж грунта под установку бордюрного камня дорожного, произошли обрывы сетей водоснабжения к подходящих домам. Мы оказали помощь в восстановлении, хотя это в смету не предусмотрено. Шымдығы вақытта işçiler yolның бірінші қысманы толысынен бітірділер. Бордюрлер ерлештірілді, қалдырым мердивенлер есе япыла. Баш mühendis айтқанына көре тамир ішлеріні ноябрь айының сонында екінленмеге планлаштыралар. Султан Истакаева, Севиля Меметова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Белебестекер Ержеве Қырым татар эстрадасының темел қойшысы Февзи Алиев 85 елығыны қайдатта. Юбилярның ижади ел уақында кемев зонны мұғбирмасы Фие Шукурова девам етем. Менде бит ойнайым. Февзи аға Алиевның кейфі әрдайым гөзел. Оның айры бір қонушу тарзы, дойғылы әрекетлері бар. Даими танытқан өзелігіні есе бұл оның шляпасыдыр. Велбетті халық музыкамызға олған сонсыз сынырсыз севгі. Оның сесі бүгінге қадар бар күшінен янғырай ве өзіне желпеті. 85 yaşında біздің халықта kimse yırlamadı. Kimse. Evvelce Povak geçinde 65 yaşında. Fevzi Bilalov 70. Topçu 47. Bunu bundan ettim. Bu 85 yaşına gelген adam sanağa çıkıp yıllagan menim. Bana bundan sonra da bekim daha yılladım. No, o belli değil. O gösterecek vakit, hayat. Nasıl olacağım? Белебестекер 1934 senesi ноябрьдің 3-інде Ахмеджитте дүнияға келді. Музыканен бірінші көрішу Февзияға айтқаны кібі тесадуфин олды. 6-шы сыныфта оқуғанда о гармон сесіні ешітті. О вақыттан берлі музыка оның яшайышына мана берді. Babama ayttım bu garmon isteyim alma deyip. O dedi yok ana teriklerin tubun kazandı baz ana o senin garmonun olur. Adam dedi öyle aytma dedi. Bekim o çalgıcı olur. Yani ondan ettirip babam yardım etmedi ama o zaman para toplap aldım bu хромка, гармошка. Февзияға ярым ел девамында ноталарыны ве гармон çalmaға огренді. Телевидениеде аккордеонистler çalar, баянистler, fortepiano, yedlaylar, konservatoriyanın studentleri, hocaları, profesörleri ve ilahı. Ananda bakaydım nasıl bu akordeonu tutar, nasıl çalar, kayısı parmaklarından ne yapar? İnvalidlerden de, tilencilerden de ayakları yok, bir tane kolu yok, bir garmondan çalar. Bunda çeki bir kız ya da bir kadın. Ana mehrim çeki. Ama o çalamında iyi yıllar. Ana ondan söylendi gördüm ben. O da benim hocam oldu. Февзи Алиев Ставрополье музыкалы оқу yurtını аля дәрежеде бітерді. Бірінші ерні 26 yaşında yazды. Сон музыканен профессионал шекілде оқырашып башлады. Бүгін оның хазинесінде 450 музыка eseri бар. Şimdi bir türkü üstünde çalışasız? Şimdi çalışan bir tane инструментальный вальс dayın bir şey. İsteyim, чтобы оригинальный olsun deyip, çünkü kıdıram. Kaysı seslerini koyayım anda, nasıl intonatsiyalar koyayım anda. Bu müzik yazmak, bu intonatsiyanın bağlı şey. O alışkan adamga o normal, alışmagan adamga bek güç.
Февзи Аға Алиев өзінің энбаш ирешмелерінден бірі деп китапларының муэлиф. Антология крымской народной музыки серлевалы китабына айры дихат айра. Анда Орта Асияда Февзи Алиев топлаған бинге яқын халық ері ве юз шақсей сірі керсетілді. Çelebi cihan, biz seni hiç unutmadık. Жиынтық музыкалы мектеплерде ве Алиев оқу йортларында кеніш суретте ішлетілі. Февзи Алиевнің балалары ве турунлары да баба вехард бабасының ижади излерінен адымлайлар. Oyda halk öğrendim. Sen keresin yıklamam çalınalım meni yarıma. Қырымға авдет олынған сон 90-нчы сенелері Алиевлар хорантасы чалғы алет музыкаль ансамбльны тешкелетейлер. Оны дестан деп адладылар. Энде 30 елдан берле олар бераберлікте халық везе маневи қырым татар музыкасыны ичра етейлер. Бабамға ең бірінші, әлбетте бұл яшқа келген сон, ең бірінші қави саулық сейім. Дам чоқча мына білен яшап бұл дүнияда чоқча ерлар язып, Çünkü degende oğa Allah'dan berilgen bu işi. Өзінің 85 yaşında бестекер ирешілген ноқтасында тоқтамаға істеме. Келечекте де халқымызны өз ижадынан қуандырмаға сөз берем. Menimcesine, ben muzikantım, ben kompozitorum, ben yazıcım ve ilahve gerek son nefesini yiyecek çalışmağa. Yalnız bu benim isteğim, bu benim arzum, bu benim bitireceğimiz bu dünyada yaşayan devrimizde. Февзи Аға Алиев Тюрк ве ойын қайтарма ансамблінің берабер çalıştı. Saygılı, hürmetli Fevzi Ağa. Ансамбль Қайтарма сізні жан жүректен doğan күніңіз хайырлай. Сізге ұзақ өмір, бақыт, сәдет ve частлы olunuz bu dünyada. Февзи Алиевнің әсерлерінде милли тюз көрене бұқырым татарларының урф әдетлері ве мерасыны сықы бағлыдыр. Örnek gibi getireyim. Fevzi Ağa'nın yapkan işleri bek çok. Şu bastırılgan antologiya kitabı olsun, başka digər. Evvel ezelden yani Taşkent'te yaşaganda onun gram plastinkalar çıkaydı. O vakit o plastinkalar Kırım Tatar evine kirseniz herkeste var idi. Ve herkes onu güzel saklaydı. Velik ve kibik eşteydik. Biz de onların sırasındaydık. Elbette bugün ne aytayım Fevzi Ağama? Kavi sağlık ona, uzun ömür da çok halkımızın kullandırsın. Yani. Bu insan Kırım Tatar halkının medeniyetini büyük iste koşanlarından biridir. Fevzi Aliyev halkara yarışlarının laureatı. Kırım'da nam kazanған sanat erbabı, bestekar ve Ukrayna'da nam kazanған sanat hadimi sayıla. Saygılı ve hürmetli Fevzi Ağa. Sizni can yürekten sizin 85 yılını hayırlayım. Allah Teala sizge da çok қызмет етсін, біздің Қырым татар милли мәдениетімізге қызмет етмеге. Аллах Тағала çok сізге тақат, күш берсін, саулық берсін. Иншалла 90 yılınızını, 95 yılınızını ve 100 yılınızını beraber kutlarımız, beraber karşılarımız. Hayırlı yaşlar Fevzi Ağa. Хайырлавларға милletинlik каналының хадимлері де қошылам. Біз Февзи ағамызға сағлық, илхам ве дачоқ яны музыкал әсерлер яратмаға тілейміз. Сефия Шукурова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Қырым Невбеттегі Сефир санат гечесі адлы бұтын Русь акциясында іштірак атты. Бұл ақшам музей, театр ве китапханелерде вокал ве чалға алет музыкаль концертлері, сергілер, әдеби ақшамлар ве видеофильмлер көстірілуі кечті. Санат дүниясына біздің мұғберлеріміз де далды. Селям алейкум,
Кайгылы ветандашларымыз. Санат гежесі озгун бір шекілді Исмаил Гаспринский адына Жумхурик Қырым татар китапханесінде де кешті. Мында Нью-Йорктан жанлы бақ құрылды. Бағда Қырым татар драма театрының ғайрадан тіклену тәшәббүсшісінің эфсаневи вебелі актриса Айша Диттанованың қызы Зульфира Асанова болуна. Оннам қазанған артисінің яшайшы ве иджады ақында тариф еті. Было их 6 девочек и 12 мальчиков. И эта семья, эти актеры, эти молодые актеры, они сразу, когда началась война, они все работали при театре имени Горького. Театр имел 2 труппы, и русскую, и крымско-татарскую. Организовался фронтовой театр. Они тогда тоже продолжали работать во фронтовом театре. Мусафирлер үшін Чайковский адына музыка оқу юртының студентлері чықышта болындылар. Олар Гөзел Қырым адлы Қырым татар еріні ижра еттілер. Мен бұл ерде яшалмадым, яшығыма тоя алмадым, беданыма асырет олдым, ей Гөзел Қырым. Бу театрнен бағылы. Малюмки мына бу сене 2019 сене театр йылы деп адландырылды. Ве bizim kitapxanemiz pek çok tedbirlerini geçirdik ve mına bu gece o da teatrнен bağlı olacak. Бақчысарай тарихи медени қорығында кечірілген санат гежесі Исмаил Гаспринскийге бағышланды. Эльмира Бибуллаева эпосы мусафирлеріні бір заманларда белі тәржіман газетасы нешір етілген удаларға озғара. Тираж газеты «Тәржіман» в 1913 году достигал 15 тысяч ежедневно. Диварларда фоторесімлер асылы. Оларны нешрият çalışқан вақытта чеккен екенлер. Янларында есе бір вақытлары газетада берілген реклам илянлар асылы тұра. Дмитрий Костенко белі маарифчінің яшайышы ве фаалиеті ақында диққат еледіңлей. О, Бақчысарай районына Челябинск шерінден келді. Ве яваш-яваш шер қараманларынен ве улу сималарынен таныш ола. Мне просто интересно в этой так скажем, Бахчисарайском районе и конкретно крымские татары, их историю, и конкретно, что касается Гаспринского. Зияретчилерге тәржіман газетасының баш муарирінің шахси одасыны көстерділер. Сонра мусафирлер Қырым ансамблінің ижра еткен Қырым татар музыкасыны діңледілер. Бақчысарай қорық музейі бұтын ярым ада кебі енді 5 жылдан берлі санат гежесі акциясында фаал суретте иштирак етті. Бұл сене тедбір Гаспринскийдің яшайышына бағышланды. Мы решили в целях популяризации мемориального музея Исмаила Гаспринского провести мероприятие здесь, чтобы жители нашего города, района и, возможно, жители других городов Крыма посетили данное мероприятие, узнали историю этого здания, историю человека, который посвятил свою жизнь изданию газеты, очень популярной, известной. Санат гедесі Русияның 85 регионында кечіріле бұтыд бір гражданларны ве мусафирлерінің мемлекетінің медени дүниясынен таныш еті. Бұл геджетті Қырымның ұзынды, ондан зияды Маревчі мейданы чалышты. Султаниса Такаева, Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Рамазан Аливапов, Миллетычон. Ақрусларының милли медени мұқтаретінің командасы футбол бойынша мини-турнирде ғаліп шықты. Ярышлар пайтақтымыздың спорт комплексінде кечті. Керген финалда ғаліплер Азербайджан тақымыны 3-2 сабынен еңділер, ярышларны халықлар бірлігі күніне бағышладылар. Просто много эмоций, очень устали, играли. Нас было очень мало, так как у нас не было замен, и плюс у нас еще в финале удалили игрока. Нам было очень тяжело, но благодаря белорусскому характеру мы проявились и выиграли этот чемпионат. Ахмезжет мемориеті елбасшысының кубогы оғырында 6 милли медени мұқтарет күрешті. Оларның арасында Қырым татар ве Қазан татарлар, юнанлар ве Дағыстанлылар олды бойлы кабы күрішівлер команда руханы ве халқлар дослуғыны пекітмек үшін кечірілі. Турнирның пайтақ мемориетінің милетлер арамына себетлер бөлігі тешкілепті. Проводится в рамках Дня народного единства, поэтому каждый год мы проводим. Сегодня уже 3-й раз мы проводили, поэтому и в последующем будем проводить такие мероприятия, которые будут объединять все национальности, которые проживают на территории Симферополя и всей Республики Крым.
Кызылташ Вейнкам спорт футбол такымлары арасындaki ойын уч бұры сабынен екінлянда ойын. Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының 12-й туры черчевесінде кечті. Более нетижеге бақчысарайлылар бұрынжы дақылардан азыр эдалар. Ойын кетішаты Ақтанев беті келіп қымызда. Арбитр сызғырығынен ойын башлана. Ялдынан келген Инком спорт тақымы чоқ вақыт қаршы тұрып оламай. Скорняков номер 1, Никита Попов номер 22, Кирилл Процишев номер 20. Бұл бірінші таймның екінші даққасыдыр. Қызылташ тақымының яры имайджысы Назим Эюпов жеза дарбесінен қуланып гол ура. Со стандарта Назим, конечно, очень хорошо пробил. Это шедевр, наверное, был. Дабыр даққадан сон ялтылыларда Алексей Курилов уджум әті. Бойлы етіп яқшы азырлықның юксек севиесіні көстере. Таблодаки эсап 2-0 огды Кызылташ. Уджум әтіде айтқанларына көре тырышывлар файдасыз олмады. Мы уделяли всю неделю внимания, тщательно разбирали. Слава богу, что удалось забить быстрый гол. Хатты футбол күреші да 10 даққа девам әте. Кызылташлылар кенеде сайып олғанларына көстерелер. Чоққа бармайып, үшінші гол урылды. Бірінші тайм 3-0 әсабынен екінленді. Бұл ойында Ялталы Инком спорт бірінші весонки голны тек екінші таймда урып олды. Ялталылар бөлі нәтижелерге азыр олмаған еділер. Идманчыларының сөзлеріне көре тақымның эсас проблемасы фланг хорығындадыр. Выходя на поле уже за 2 минуты пропустить 2 гола, это уму непостижимо, как можно допустить такие ошибки грубейшие в обороне. Сами себе привезли голы. И третий тоже на 10-й минуте пропустили уже гол. Такое ощущение, что Кызылташ вышел на игру, а наши забыли, что они вышли. Бұл Кызылташ тақымының да бір парла халебесі олды. Энді футболжылар невбеттеки ойынға азырланалар. Ноябрның 9-ында олар Крым Теплица тақымының чықыш ойын кечірежеклер. Мухаммед Зекреев, Фатиме Сидометова, Рамазан Аливапов, Милет Ичон. Ахмеджет Сакина Эмин Сефершаев юниорлар арасында Юнан Рома күреші бойынша дүния біріншілігінің күміш ғалібі олда. Будапешт шерінде кілімге 250-ден зияде іштіракчы чықты. Қырымлы егет 55 килоға жетчікі категориясында чықышта бұлында. Мевзоны мұғберлеріміз девам етелер. Ахмеджет Ава лиманында Эмин Сефершаевны туғанлары, достлары ве идманжысы қаршылай. Спортчы юниорлар арасында Юнан Рома күреші бойынша дүния біріншілігінден қайтты. Ватандашымыз Русия Джима тақымның теркімінде чықышта болынды ве екінші ерге наил олды. 5-й раз, когда я приезжаю уже в чемпионат мира, всегда приезжал с призовым местом. Сегодня я занял 2-е место. Хотел, конечно, выиграть, но чего-то мне не хватило. Ничего, будем работать. Надеюсь, в следующем году уже стану чемпионом мира. Dünya чемпионаты Венгрия мемлекетінің пайтақты Будапешт шерінде кечті. Келімде 250-ден зияде іштіракчы чықышта болынды. Бұл 24 яшқа же егітлер олды. Ярышларда Эмин Сефершаев 5 тұшыв кечірді. Олардан 4-інде ғалип чықты. У Эмина в подгруппе в сетке был чемпион мира грузин, который вообще проиграл азербайджанскому борцу, а Эмин в полуфинале его выиграл. В финальной схватке Эмин проиграл борцу из Японии. Эмин проиграл со счетом 4-3, тем самым показав и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Юнан Рома күрешінен Эмин Сефершаев 10 жылдан берлі оғырашас. Спорт күрешті үшін әнді яшайыш тарзына чеврілді. Помогает ли спорт воспитывать в нем настоящего мужчину, как вы считаете? Да, помогает. Он шустрый был с детства. Целеустремленный, везде хотел быть первым. Достлары ве якынлары күрешчіге вақыт қол тұталар. Атта чоқ суярышларға бер қатнайлар. Слежу постоянно за карьерой Эмина, переживаем, помогаем, тоже на соревнования ездим, когда выпадает такая возможность. Немножко чуть-чуть удача отвернулась от него в этот раз, но у нас основная цель у всей нашей команды дружного коллектива — это Олимпийские игры. Токио, следующие Олимпийские игры, поэтому будем стараться, чтобы наш друг и воспитанник радовал всех. Эмин Сефершаев радлық үшін вақыт пек аз деп айта. Чөнке спортчы енді бұл үклер арасында Юнан Рома күреші бойынша дүния кубогына азырланып башлады. Ярыш Иранда кечірілежек. Наджия Исаева, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичон.
Шымдықыда қаға бойыпсы қаберлер, келечек ең мұзны 21 бұчуқта қачырманас хайрлық шамлар.